Сәлем қыздар, қазіргі таңда хит болып жатқан маклюбе тамағын жасайтын боламыз. Қыздар, менің YouTube каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бізге керекті заттарды осылай ең алдымен дайындап аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Картошкамызды майға қуырамыз ең алдымен. Одан кейін тура осыған сәбізімізді қуырамыз. Сәбізден кейін бір шөміштей майымызды алып, етке чеснок араластырып, жақсылап қуыратын боламыз. Және басқа бір ыдысқа май құйып, кішкене күрішімізді пісіріп аламыз. Жаңағы етімізге томат қостым мен. Енді маклюбемізді жинайтын боламыз. Ең алдымен пиязымызды осылай ең астына төсеп шығамыз. Одан кейін жаңағы етіміз бар ғой, майымен бірге құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай. Одан кейін картошкаларымызды төсеп шығамыз. Үстінен, еттің үстінен картошка. Бұдан кейін сәбізімізді қойып шығамыз осылай барлығын. Қыздар, дәмі деген өте керемет, ерекше, жасап көруге кеңес беремін барлықтарыңызға. Осылай енді үстінен күрішімізді салатын боламыз. Күрішке тұз араластырып саласыздар. Мінекей қыздар. Осылай барлығын салып күріштің. Мінекей қыздар, осылай күрішті тығыздап саламыз және үстінен қайнаған су құятын боламыз. Қатты толтырмайсыздар, бетінен ғана сәл толып тұру керек қайнаған суымыз, көріп тұрғандарыңыздай. Күріштің барлығын тығыздап салатын боламыз. Және мен для плов деген приправа қостым, және паприканы қостым. Осы екі приправаны қосып, және тұз себеміз бетіне. Мінекей қыздар, осылай арасында ашып, неғып шығамыз арасына. Бетін жауып қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін тағы да бетін осылай бір тегістейміз жақсылап. Және мен сосын бетіне пленка қойдым. Таза арналмаған, осылай міне. Баяу отты, асты өте баяу. Бір 30-40 минутқа қоясыздар қыздар. Мінекей біздің маклюбамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай. Міне қыздар, аударып алсаңыздар болады. Ас болсын барлықтарыңызға.